Тарим тас жолы Қытайдағы Такламакан шөлінде орналасқан. Бұл жол Лантай мен Минфен қалаларын байланыстырады. Тас жолдың ұзындығы 552 километрді құрайды. Жолдың 446 километрге жуығын адам тұрмайтын құм-төбелер алып жатыр. Сол себепті бұл әлемдегі ең ұзын шөлді жол болып табылады. Тарим тас жолы Такламакан шөліндегі мұнай және газ өнімдерін тасымалдау үшін 1993-95 жылдары салынған. Себебі аталған аумақта Қытайдағы ең алып мұнай және газ қоры табылған. Құм басып қалмас үшін жолдың екі бетіне талдар мен өсімдіктер егілген. Жасанды экожүйені қамтамасыз ету мақсатында жер асты суларын тартудың алып ирригациялық жүйесі жасалған. Құмды шөл жағдайына бейімделе алатын өсімдіктерді табу үшін ғалымдар 5 жыл бойы әртүрлі өсімдіктермен эксперименттер жасап көрген. Мың 1999 жылы жолдың 63 километрін, 2001 жылы 38 километрін көгалдандыруға бағытталған эксперименттік жоба аяқталды. Екі мың 2003 жылы мемлекет жобаны мақұлдады. Қазіргі таңда тас жолдың 5/4 бөлігін ені 72 метрді құрайтын орман қамтиды. Бұл 3000 гектардан аса аумақты құрайды. Өсімдіктер солып қалмас үшін жүздеген жұмысшылар жұмысқа тартылып, әрбір 4 километр сайын жолдың бойында бекеттер орналасқан. Онда тұратын жұмысшылар 2 жылдық келісімшартқа қол қояды. «100 метр тереңдіктен тартылатын судың құрамында тұз мөлшері жоғары болғанына қарамастан, жол шетіндегі өсімдіктер жайқалып өсуде. Жол бойында жанармай бекеті мен бірнеше ресторандар ғана бар. Себебі мұнда сорғыларды қадағалайтын жұмысшылардан басқа ешкім өмір сүрмейді. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.